Сәлеметсіз ме балалар, бүгін 5 сынып, 2 бөлім, 1-2 сабақты өтетін боламыз. Арнамызға жазылып, сабақтарды 1 болып көріңіздер. Бүгінгі тақырып киім, сән, талғам деп аталады. Сен ұлттық киімді қалайсың ба, әлде еуропалық киім үлгісіне қызығасың ба? Көбіне ыңғайлылықты, заманауи үлгіге сай болуына назар аударамын. Көбіне осы талаптарға еуропалық киім үлгісі сай келіп жатады. Сен киіміңді қалай таңдайсың? Бағасына қарап па, әлде сәнділігіне көңіл бөлесің бе? Киім таңдаған кезде бағасына да, сәнділігіне де көңіл бөлемін. Бірінші тапсырма: мәтінді үнтаспадан тыңдап, мазмұны не жайында екенін аңғар. Тірек сөздерді ата. Тірек сөздер: бұйым, материалды құндылық, қолданбалы сән өнері. Екінші тапсырма: мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Киімнің адам өміріндегі маңызы қандай? Киімнің адам өміріндегі алар маңызы зор. Ол жасанды жамылғы ретінде табиғаттың түрлі ауа райынан қорғайды. Сонымен қатар, киіміне қарап адамдардың жас айырмашылығын, әлеуметтік этнографиялық ортасын тануға болады. Қазақ салтында ер жігіт киімін ең жақсысын қай уақытта киген? Қазақ халқында жігіттер киімнің ең жақсысын соғыста және жекпе-жекке шығарда киген. Бір киер киім деп қандай киімді атайды? Той-думанға, жиындарға барғанда, жат елге сапарға шыққанда киетін киімді бір киер киім деп атаған. Үшінші тапсырма: парталас көршілермен бірге тыңдалым мәтіннен мына құрылымға сай тіркестерді жазып шығыңдар. Сапаны білдіретін сөз, заттың атауын білдіретін сөз. Заттың атауын білдіретін сөз, қимыл әрекетті білдіретін сөз. Керекті сөздер: бұйым, сәнді, материалдық, құндылық, сән өнері, қолданбалы, киімдерді, талғамын көрсетеді, атаған, киген, киім. Сәнді бұйым, материалдық құндылық, қолданбалы өнер, талғамын көрсетеді, киімдерді киген, киім атаған, сән өнерін көрсетеді. Төртінші тапсырма: сұрақтарға жұптасып жауап беріңдер. Асқар: Сәуле, адамдар киімді не үшін жыл мезгілдеріне қарай таңдайды? Сәуле: себебі әр жыл мезгілінде ауа райы әртүрлі болады. Асқар: киім адамның келбетін өзгертетін қолданбалы сән өнері дегенді қалай түсіндің? Сәуле: киім адамға көркемдік береді. Сәуле: Асқар: киім құндылыққа жата ма? Құндылық деген не? Асқар: әр халықтың өз ұлттық киімі болады, сондықтан құндылыққа жатқызуға болады. Сәуле: киім ұлттық ерекшеліктерді көрсете ала ма? Асқар: әрине көрсете алады, себебі біздің ұлттық киімдеріміз оюмен өрнектелген және әрқайсының астарлы ойы бар. Бесінші тапсырма: мәтінді оқып, не жайында екенін бір-біріңе сұрақ қою арқылы анықтаңдар. Бас киімге қатысты қанша сөз үйрендің? Бас киім. Бас киімдер ұлттық киімдердің мәнерлі де ерекше бөлігі болып саналады. Қазақта бас киімді ерлер де, әйелдер де киеді. Ерлер мен әйелдердің бас киімдері әртүрлілігімен ерекшеленеді. Ерлердің бас киімдері саны жағынан онша көп емес. Қалпақ, бөрік, тымақ, құлақшын, жалғабай, кепеш, тақия. Әйелдердің бас киімдері бөрік, жаулық, желек, кимешек, күндік, орамал, қарқара, сәукеле, тақия, шәлі, қасаба, бүркеніш, шылауыш тағы басқалар. Қазақ әйелдерінің бас киімдері олардың жасы мен отбасындағы жағдайына байланысты бір-бірінен ерекшеленеді. Жазды күні қыздар түрлі түсті жібек, бархыт, мақпалдан тігілген төбесі жайпақ, дөңгелек тақия кисе, қыс маусымында кәмшат бөрік киген. Бас киімдерді кімдер киеді? Барлық адамдар киеді. Ерлер бас киімі қалай аталады? Қалпақ, бөрік, тымақ, құлақшын, жалғабай, кепеш, тақия деп аталады. Әйелдерге арналған бас киімдер қалай аталады? Бөрік, жаулық, желек, кимешек, күндік, орамал, қарқара, сәукеле, тақия, шәлі, қасаба, бүркеніш, шылауыш деп аталады. Алтыншы тапсырма: оқылым мәтіндегі бас киімдердің қайсысын білетінді айт. Бүгінгі күні сенің отбасындағы адамдар бас киімнің қандай түрін киеді? Ой бөлсіндер. Орамалды қазақ халқы келін түсіргенде ақ түсінен тағатын болған. Балалы болған соң кимешекке айырбастаған. Кимешек рулық және өңірлік ерекшелігіне қарай сан алуан болып келеді. Әсемдеп тігілген кимешектің жақ үлгісіне немесе кимешек үстінен оралатын шылауыш пен күндіктің пішініне қарап, әйелдің қай өңірдің тумасы немесе қай рудың келіні екенін айттырмай таныған.
Жетінші тапсырма оқылы мәтіндегі заттың атауын білдіретін сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Түбірдің соңғы дыбысы мен қосымшаның бастапқы дыбысының үндесіп тұрғанын парталасыңа түсіндір. Бас киім, киім, қалпақ, бөрік, тымақ, жалғабай, кепеш, тақия, желек, орамал, қарқара, сәукеле, шәлі, қасаба, жібек, барқыт, мақпал, кәмшат сөздері түбір сөздер. Құлақшын түбірі құлақ, шын қосымша, жаулық түбірі жау, лық қосымша, күндік түбірі күн, дік қосымша. 8-ші тапсырма сөздерді орнына дұрыс орналастырып, сөйлем құра. Тақия сәттен шыға барқыт маталардан сырып тігілген бас киім. Тымақ аңның малдың терісінен тігілген биік төбелі маңдайы екі құлағы бар қысқы бас киім. Малақай елтіріден аң терлері арасына жүн мақта салып сырып тігілген ерлердің бас киімі. 9-ші тапсырма диалогты керекті сөздермен толықтыр. Киім неден тігіледі? Киім матадан, мақтадан, жүннен, теріден тігіледі. Киім адамды неден қорғайды? Адамды күннің ыстығы мен суығынан қорғайды. Бас киім неше түрге бөлінеді? Бас киім ерлер және әйелдер бас киімі болып екіге бөлінеді. Әйелдердің бас киімдері қалай ерекшеленеді? Әйелдердің жасы мен отбасындағы жағдайына байланысты ерекшеленеді. 10-шы тапсырма мәтінге сүйеніп, ұзатылатын қыздың ерте кездегі бас киіммен өзің білетін қазіргі кездегі киімін салыстыр. Қайсысы ұнайтынын жаз. Уақыт мөлшері 7-8 минут. Өзіндік пікір 1 сөйлем, дәлел 2 сөйлеммен келтіру керек. Өз пікірін дәлелдейтін мысал 2 ой, 2 сөйлем. Өз пікіріне қарсы пікір 1 сөйлем. Қарсы дәлелі жоққа шығаратын мысал 2 сөйлемнен тұру керек. Қорытынды 2 сөйлемнен тұрады. Киімнің ең жақсысы қалыңдықтың үстінде, желбіршекті, жібек көйлек пен барқыт камзолдың сыртынан кигені жібек көк бешпент, иығына жамылғаны парша шапан, қос бұрымында сылдырлаған күміс шашпау, басына майда күміс теңгелермен әшекеленіп, төбесіне үлбіреген 2 қадалған қыз қалпақ. Қыздың ұзатыларда киетін киімі қымбат маталардан тігіледі. Асыл тастармен әшекеленген желегі бар сәукеле қыздың оң жақта отырғандағы бас киімі. Ертедегі қалыңдықтың киім үлгісі мен қазіргі кездегі киім үлгісі өте ұқсас келеді. Қазіргі кезде ұзатылатын қыздар басына сәукеле, кеудесіне камзол киеді. Сәукеле қазіргі кезде ұзатылатын қыздың бас киімі болып келеді. Нағыз қазақы көйлекті күнделікті өмірде ешкім киіп жүрмейді. Әжелеріміз де тек мейрамдарда, мерекелік іс-шараларда ғана кимешек киеді. Ерте кезде қалыңдық киімі мен қазіргі кездегі киімнің материалы, сән үлгісі заманға сай өзгеріс тапты. Екеуіне де бір ғажайып үйлесімділік бар. 11-ші тапсырма тыңдалым және оқылым мәтіндерінен бұрын өздерін мән бермеген сөздерді тауып, топ болып мағынасына талдау жасаңдар. Қасаба қазақ қыз-келіншектері киетін бас киім. Ол күрең немесе көгілдір түсті жібек, ши, барқыт, парша сияқты маталардан тігіледі. Шылауыш кимешек үстінен байланатын үлкен ақ шаршы мата. Кимешек ақ матадан тігілген, кеуде мен арқаны жауып тұратын, беті ойылып жасалған әртүрлі үлгідегі бас киім. 12-ші тапсырма өзіңнің қыста және жазда киетін бас киімдеріңді суреттеп айт. Сөйлеу барысында дыбыс үндестігін сақтай алдың ба? Бір-біріңді бағалаңдар. Қыс мезгілінде тоқымадан жасалған бас киімдер киемін. Себебі салқыннан, аяздан басымызды қорғау керек. Ал жаз мезгілінде күн өте ыстық болғандықтан жазғы жұқа бас киім киемін. Себебі күннің қызуы қатты болғандықтан денсаулыққа кері әсер беруі мүмкін. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды бірінші болып көру үшін арнамызға міндетті түрде жазылып ал.